Облыс аумағында 206 гидротехникалық құрылғы бар. Олардың 600 миллион текше метрден астам су сақтау мүмкіндігі бар. Оны республикалық 174 коммуналдық, ал 22 құрылғы жекенің қарамағында. Биыл республикалық қор есебінен бөлінген қаржыға 14 бөгет жөнделуде. Сондай-ақ биыл облыс әкімінің қаулысына сәйкес гидротехникалық құрылғылардың жағдайын бақылайтын мекеме құрылды. Бақылау нәтижесінде өңірдегі 40 бөгеттің жайы қанағаттанарлықсыз деп танылды. Оның 15-не биыл көктемгі су тасқыны кезінде зақым келген. Облыс аумағында 2028 жылға дейін 4 су қоймасы салу көзделген. Біреуі қалада, үшеуі аудандарда салынады. Су қоймаларын қалпына келетін болсақ, Ақтөбе және Қарғалы су қоймаларында бүгінгі таңда күрделі жөндеу, реконструкциялау талап ететін бойынша Ақтөбе су қоймасында жобалық сметалық құжаттамалары дайындалып, 23 жылы, ағымдағы жылы реконструкциялау жұмыстары жүргізілуде. Сол себептен бүгінгі таңда су қоймадан су жіберу жұмыстары атқарылып, жоғары жағындағы құрылғылардың барлығына жөндеу жүргізіп, қазір төменгі жағына жұмыстарын атқаруға көшуде.